Өгізді бордақыласа қалай болады деп сұрақ қойып жатыр. Өгізді бордақылауға болады. Бүгін 18 июль 2026. Бірақ оны бордақылайтын болсаң, неге өгіз қылдың деген сияқты сұрақ туындайды да. Өгіз қылып жіберуінің себебі оны жайылу үшін жібердің. Ал сен бұқаны бордақылау үшін қоясың, оны байлап қоясың. Ал өгіз қылғаннан кейін оны жайып жібересің. Жайып жіберген соң оны зачем оны бордақылап? Өгіз ол сиыр. Ол сиырды бордақылау не, өгізді бордақылау не? Ешқандай айырмашылығы жоқ. Сиырды жазда жібересің, күзде уже жерге қар түскеннен кейін сойып аласың. Сол мезгілде ол маймен өзі шығарады бесасын. Негізі күзде мысалы сентябрь басталады ғой. Сентябрьдің салқын уақыттары келеді ғой. Сол мезгілде жайылымнан келгеннен кейін алдына жемді қойып қойсаң, просто отырып қойып қойшы алдына. Өйткені жемді пісіріп бересің, или дробленканы уақыттап майдалап бересің. Ал кебек қымбат деп айта береді ғой. Кебек просто дайын. Сен оны дробленкадан өткізбейсің. Бересің, келген сайын беріп тұта. Басында оны бір жарты шелек бер. Сосын аяғынан жайлап көбейтіп, қанша жеп жатса, сонша берей бер. Содан кейін семірмей көрсін. Ол деген бірақ маймен басады. Күзде оны сойып аласың. Ал бұқа деген ол етпен басады. Ет оныкі. Ол бұқаларды мына ресторан, мынандай сондай тамақ пісіретін жерлер жақсы алады, ол жердегілер. Енді бағаларын сындырып алмасын. Мен алып жатырмын, сені алып барамын деп бағаны сындыру мүмкін. Ондай сындыртпау керек бағаны. Жақсы бағамен алып жатса, сол жерлер алады. Өйткені оларға ет көп керек, майдан көрі. Оларға май керек емес, ол жердегілерге. А майлы ет ол халыққа, халыққа сатуға болады. Жіліктеп. А мына нені, бордақыдағы тұрған малды ол халық көп ұнатпайды, оның майы жоқ деп. Дұрыс, майы көп болмайды, бірақ ет болады. Мына бұқа мына мойынымен, желкесімен басады. Біздер деген бір 2 жастар бұқаны семірттік. Алдыңғы мына бөлігін 4 адам зорға көтердік. Өйткені мына мойын, желке алдында біреуін тіпті сала алған жоқ, көтере алмай қалдық. Оны бөліп тастадық, мойын бөліп тастадық, 2 аяғын бөліп тастадық мына қабырғасынан. Мойын бөлек салдық. Бұқа деген ол мына желкесімен береді. Ал өгізде желке шықпайды, ол сиыр сияқты болып қалады. Ол сиыр былай айтқанда. Тек қана аты өгіз деген. Сосын сүт бермейді. Все. А так ол сиыр уже.